келеді деп па? Ешқайда ұмытпаймын. Мен жынды білесіңдер ма? Түкіру дегенді напрямую ойлап, екі сіңілім аузына кәдімгідей түкіргем ғой. Екеуі де маған ұқсамай қалды, бірақ түкіргем қайтып. Ұқсайды саған. Алла, жуас қой. Оның аузына еще кәдімгідей түкіргем ғой. Сен кішкентай кезіңде жуас болғансың. Үндемей қалған едің ғой. Қаяқтан ғана бұндай болдың, білмеймін ғой. Ит па мінезім мама? Мінезім ит қой. Кімге тарттың білмеймін, мен ондай емеспін. Апаң ондай емес. Мақпал әпшеге тартқан ба мен? Бірақ сол аузыңа түкірген ғой сені. Өліп түкірген шығар ол, иә. Сен құсап түкірген болып тұр ғой ол да. Менің мамамның сестрасы бар, ойбай, сестренкасы бар, Мақпал деген. Әулетте ең байы сол. Әулеттегі ең байы сол, и ең шустрый сол да. Барлық бизнес сода, короче. Сол менің аузыма түкірген, сол үшін мен осындаймын. Маған үйтіп айтпаңдар, Мери осындайсың деп. Ондай емеспін мен. Сестрама тартып кеткен просто болды. Сестрама барып жазыңдар, не үшін Меридің аузына түкіресің деп. Маған жазбаңдар, хейтерлар. Иттің мінезі бұдан жақсы деймін дейді. Айтпа. Андай холодильникке мен заттарға кеп сақ қоямын ғой. Тамақтар болмаса, шоколадтар ше. Соны жиып қойса, үйді қиратам мен ше, айқайлап ше, кім жеді деп. Сөйтсем алдында сіз айтып бердіңіз папама. Злая собака. Иә. Не трогать злая собака деп жазып қойса дейді ғой. Күлесіңдер бұда. Күлу керексіңдер. Кім маған мен жаздым. Санатжан в эфире говорил, что любит вас и говорит вам ласковые слова дейді. Ойбай, ол ағам өлтіреді маған не істегенді ша. Қазір менде бар шығар. Жаночка, добрый вечер, здравствуйте, как вы? Извините, что поздно пишу. У вас там нету дома? Это, которая лежит. Русская национальная одежда. Доче надо на 1 мая. Блин, өздері топпешін, да? Болды ма? Көрінер ма не жазғанын маған? Естіп еркелетеді мені. Ше. Білмеймін даже не. Құдайдан сұрайық та. Мама. Құдайдан сұрайық та. Іштеріңдейсің, хейтерлар, вообще. Өмір не еткен тамаша. Бір күн жылайын, бір күн күлейін, бір күн жылайын, бір күн күлейін. Кетші қойды. Мен неге жылаймын, потому что көзім қатты бұлдырлап кетеді. Дандай ше көзім ішіне сулап жыламаймын. Ана, өзі кіргенше, мама, ялам, пожалуйста, десең я. Санатжан кіріп қалады. Еркелет көрсетіп атсам. Мам, ялам. Не яласың? Фу, да мынау ше. Ойбай, мама, ялам. Жіберіп Мама. Біртүрлі осы қыз ет, не үшін біртүрлімін, мама? Мен 1000 түрлімін негізі. Қайта береді, қош солай түсті. Біртүрлік ол маған аз. Мен 1000 түрлімін. Қанша адам бар, сонша мнение бар ғой. Есіне ғана, қайсы бірін аузына қақпақ қылады. Кеше осы сөз маған кім айтты? Санатжан тура естіп айтты ғой маған. Көрдіңіздер ма, екеуіңіз бір-бірлеріңіз сезесіздер деп артық кетіп бара жатқан ма, ойнап айтамын. Болды, остановись, Мерей. Өте артық нәрсе айтып жатсың негізі. Почта майда кетіп қалыпсың ба? Алла, мамаға деген сұрақтарың болатын болса қоя беріңдер, мама сендерге жауап береді. Мамама бірге емес, давайте сізге сұрақ қойды, соған жауап бересіз. Мамаң нешеде? Мамаң нешеде дейді? 45-ке толамын.
жаным дейді сізге. Ой, рахмет, жандарым. Қойшы маған мені қаратпай ақ қойшы, шаршап. Не болды ойбайлап жігіт үшін көзің аққан жоқ па кеше жексұрын дейді. Жексұрын дейді ғой мама маған. Өзі қандай болса ішінде не бар соны айтады да. Одан басқа не айтады ол? Басқа айтатын сөз жоқ қой, білмейді ғой одан артық сөзді. Сондай сөзбен өскен өзі, сондай сөзді естіген, содан кейін өзі сондай сөз айтады. Мамаңыз Санатжанға қарсы емес па дейді. Мен ешқандай артық ойым жоқ. Мерей өзі жасы 18-ге толған қыз, өзіне не керегін біледі. Танысып көрсін, өмірі енді басталып. Тұрмысқа шығып жатқан жоқпын ғой оған? Иә, Мысалы, жай танысып жатырық қой. өмірі енді басталып жатыр. Өйтпесе қалай ол ертең қатынас құрады мысалы. Танысып көрмесе адамдармен. Өзің жігітке сөз салдың ғой дейді. Зато кім отыр менің қасымда қазір? Жігіт отыр. Жігіт отыр ма? Болды, успокойтесь. Сөз салсам да қасымда енді кім отыр? Санатжанның өзі отыр. Қыз балаға ұят, маған ше. Бәрібір екен. Қыз молодец, рахмет, абайға ше деп сұрашы, жай, пожалуйста. Блин, зачем ол саған кішкентай бала ғой, құдай. Соны айтам. Сүп-секунді бала. Балам сияқты менің. Вот. Менің мама қандай адам керек екен маған біледі. Аблай ол маған кішкентай, ол 19 жасар бала. Білмеймін, мен оны ровесник болғаннан кейін жігітім ретінде вообще көре алмаймын. Поймите это. Просто жақсы. Ой, досым болды.